Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтуша. Мен бүгін сіздерге 1999 жылы шыққан Жена Астроновта фильмнің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Алғашқы сценада Женни есімді жас әйел терезеден қалай шатылдың аспанға көтеріліп жатқанын тамашалап отыр. Ол орта мектептің мұғалімі. Кенеттен оның оқушыларының бірі оның телефонының шырылдап жатқанын айтады. Сөйтсе қоңырау НАСАның байланыс орталығынан түсіп жатыр екен. Оған күйеуі Спенсер хабарласқан. Женни жұмысынан үйге оралғанда сіңлісі Ненге осы туралы баяндап береді. Сіңлісі әпкесінің жолы болған айтуда, осындай керемет еркекке жолықтың деп. Кенеттен теледидарда НАСАның станцияларының бірінде апат болғанын хабарлайды. Апат кезінде станцияда Женнидің күйеуі мен тағы бір капитан Алекс болған. Кенеттен олардың есігін бір еркек қағып өзіне Шермамын деп таныстырады. Ол өзінің НАСАдан келген айтып әйелдің өзімен бірге баруға шақырады. Ол мұнда НАСА станциясында болған Алексің әйелі Наталиді кездестірді. Олар бір-бірін құшақтай бастайды. Қайғырып күйеулерімізден айырылып қалдық деп. Алайда осы сәтте бір еркек кіріп келіп, олардың күйеулері қауіпсіздікте және жағдайлары жақсы екенін айтады. Сөйтсе олар жарылыс орын алған кезде спутниктердің бірінде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан екен. Осының салдарынан НАСАның байланыс орталығы олармен бірнеше сағатқа байланысты үзіп алған. Директор қазір олардың шатылға оралып жерге қайтып келе жатқанын, сондықтан уайымдайтын ештеңе жоқ екенін айтады. Бірнеше сағаттан кейін олар жерге аман-есен қонып, жарылыс кезінде жарақат алғандықтан оларды ауруханаға жеткізді. Дәрігер Женниге оның күйеуімен бәрі жақсы болатыны, тек жарақатынан айығу үшін осында бірнеше уақыт қала тұруға тура келетінін айтты. Осылай Женни күйеуінің жақсарғанын күтіп ауруханада күнін өткізе бастайды. Бірнеше күн араға салып Спенсер өз есіне келіп әйелін қуантты. Ал бұл уақытта Алексің жағдайы күн санап нашарлауда. Тіпті ол өзіне септен екені белгісіз агрессивті ұстап, оған дереу арада кардиоверсия көмегін көрсетуге тура келді. Күйеуінің қалай қиналып жатқанын көрген Наталья шарасыздықтан көзіне жас алуда. Ақыры арада бірнеше апта өткесін дәрігерлер бар күштерін салып Алексің жағдайын жақсартады. Осылай салтанатты рәсім өтіп оларды көрсеткен елдіктер үшін марапаттады. Рәсім кезінде Наталья Женнимен өз қорқыныштарымен бөлісті. Оның күйеуі апат туралы ештеңе айтқысы келмейді. Тіпті Спенсердің өзін тыныш ұстауда екен. Әйелдері мүмкін оларға апаттан кейін арылуға уақыт керек болар деген тоқтамға келді. Спенсер Женниге өзінің қызметтен кетіп Нью-Йорктегі Маклареннің компаниясына жұмысқа тұрмақ екенін айтады. Ол бұл жаңалықты қуанышпен қабылдай қоймады, өйткені ол бұл қалаға үйреніп қалған болатын. Араға бірнеше күн салып олар кешке қатысты. Кенеттен Женни қалай Алексің өзін агрессивті ұстап, әйелмен қандайда бір мәселеге дауласып жатқанын байқайды. Кенеттен Алексің аузынан қан кетіп ол құлап түсті. Спенсер әріптесіне көмек көрсетуге асыққан, алайда барлығы кеш оны өлі деп жариялайды. НАСА өкілдері пресс-конференция жинап Алексің өлімін инсультпен байланыстырды. Жерлеу рәсімі кезінде ол Натальяға барады, оны жұбату үшін. Наталья Алексің біздің әлемнен тыс біреумен сөйлесіп жүргенде болғанын, және оған үнемі күйеуінің ішінде басқа біреу болғандай көрінгенін айтады. Және оны сабырға шақырып, күйеуінің қайтыс болуына жарақаттың әсері болғанына сенімді. Осыдан кейін ол Натальяның үстіне көрпе жауып, оны бөлмеде жалғыз қалдырып кетті. Біраз уақыттан кейін олар айқайдың дауысын естіп Натальяның бөлмесіне қарай асығады. Сөйтсе ол күйеуін жоғалтқанына көндік алмай өз-өзіне қол жұмсаған екен. Осы оқиғадан кейін Женни мен Спенсер Нью-Йоркке қоныс аударады. Кештердің бірінде Женни күйеуінің өзінің мүлдем басқаша ұстап жатқанын байқайды. Ол ешқашан әңгімешіл адам болмаған болатын. Ал қазір өзінің араласатын бірнеше элиталы орталары пайда бола бастады. Бірдеңеден күдіктенген Женни күйеуінен НАСАмен жоғалтылған 2 минут аралығында не болғанын сұрайды. Ол жауап бере бастаған, ал кейін ол онымен жақындасып жатқанын сезеді. Оған бұның бәрі түс секілді болып, ол Спенсердің артынан біреудің сөйлегенін естігенде әсерде қалды. Кейінірек ол қатты аурудан оянды. Кенет ол басында алдын ешқашан естіп көрмеген қорқынышты дауыстарды ести бастайды. Ол кеше түнде орын алған нәрсені әлі түсіне алар емес. Сіңлісі Ненге қоңырау шалып өзінің Нью-Йорк секілді үлкен қалада тұра алмайтынын айтады. Ол кейін өзінің жүкті болғанын анықтайды. Алайда неге екені белгісіз, ол бұл жаңалыққа қуанышты емес. Сол күні кешке Спенсер әйелін бастығы Маклареннің үйіне тамақтануға алып барды. Оның бастығының өмірге деген өзіндік көзқарасы бар екен, бұл Женниге ұнамай қалды. Кейінірек ол әйелмен бірге қызын ұйықтатуға алып кеткен кезде Женни күйеуінен соңғы уақыттары онымен не орын алып жүргенін сұрайды. Өйткені ол ешқашан ғарыштық мамандығын тастамаймын деп айтқан болатын. Спенсер апаттан кейін өзінің көзқарасы өзгергенін айтады. Кейін оған өзінің жүкті екенін айтып еркек ерекше қуанды. Келесі күні олар дәрігерлерге барып, ата-анасы қайтыс болғасын, оны қорқынышты түстер мазалағанын, сондай қорқынышты түстер енді соңғы уақытта қайтадан мазалап жүргенін айтады. Ол өзінің жүктілігіне әсер етеді деп қауіптенеді екен.
Дәрігер оған қандай да бір келеңсіздіктер пайда болып жатса оған хабарласуды өтінді. Ол аналарды қорғау орталығына қарай барады. Оның мұнда келгені жақсы болыпты, өйткені ол ақыры осы уақыт бойы өзіне жетіспей жүрген қолдау мен мотивацияға ие болды. Арада бірнеше уақыт өтіп, Женнидің өзінің жүктілігіне разы екенін көреміз. Ол күйеуі мен балаларының келуін асыға күтіп жүр. Бір күні ол дүкен ішінде заттарды қарап жүргенде оған бірдеңені уайымдап тұрған Шерман келеді. Ол оның күйеуінің насамен байланысты жоғалтып алған 2 минут жайлы сөйлескісі келеді екен. Ол Женниден сол апаттан кейін Спенсердің өзгергенін байқадың ба деп сұрайды. Сөйтсе оны насадан жұмыстан шығарып жіберген екен. Өйткені ол апаттан кейін Спенсердің өзгергенін байқаған. Ал басшылық оның барлық тесттен жақсы өткенін алға тартып, оның тергеу материалдарына келіспей қойған. Шерман ресми құжаттарды алып шығып, оның күйеуінің қолтаңбасы өзгергенін және сонымен қатар оның медициналық көрсеткіштері де өзгергенін көрсетеді. Және сен есіңнен алжасып кеткен секілдісің деп кете берейін деген. Алайда Шерман артынан қалмай қояды. Еркек оған Натали қайтыс болар алдын жүкті болған айтқанда әйел қатты таңғалыста қалды. Шерман жер орбитасының айналасында жарылыстан да басқа нәрсе болғанына сенімді. Кетер алдан Алекс пен Спенсер ғарышта болған кезде әңгімелескендері басылған магнитофонды қалдырып кетеді. Олардың не сөйлескенін тыңдаған Женни қорқынышпен екеуінің осы 2 минут ішінде алдын ешқашан өмірлерінде көрмеген түсініксіз нәрсе көргендерін айтқан естиді. Кенет оның есігін біреу қақты. Ол қорқынышпен барып есігін ашқан кезде бұл жай сіңлісі не екенін көреді. Ол сіңлісінде соңғы уақытта өзінің басынан өтіп жатқан оқиғалармен бөлісті және Спенсер жайлы күдіктерімен бөлісіп, бұл туралы ешкімге айтпауды өтінеді. Бір күн ол Наталидің егізге жүкті болғанын білді. Шерман өзін көрсететін бірқатар ақпараттары бар екенін айтып, оны кездесуге шақырды. Ол онымен таңертең метроның жанында кездесейін деп жатқан, алайда кенеттен Спенсер пайда болып қалды. Ол дереу жасырынып қалып, екеуі насада өткізген күндері жайлы әңгімелесе бастайды. Екеуінің әңгімесі шамадан тыс ұзап кеткендіктен ол жерден кетуге мәжбүр болды. Кешке таман ол Шерманның қайда тоқтағанын білу үшін онымен байланысқа шығуға тырысты, алайда еш нәтижесіз. Қуанышқа орай Шерман оған қосымша жоспар ретінде сақтау орнын кілтін қалдырып кеткен екен. Ондағы парақтардың бірінде қандай да бір мекенжай жазылған. Шерман апат болғаннан бері олардың артынан аңдыған екен. Бейнекассетаны қосайын деп жатқанда кенеттен жарық сөніп қалды. Қорқып кеткен Женни ол жерден шығуға асықты. Ол өз артынан қандай да бір зұлымның аңдып жүргеніне сенімді. Ол үйіне оралып бейнені қосты. Онда Шерман жарылыс орын алып, олар насамен байланысты жоғалтып алған кезде олардың қасында қандай да бір құпиялы сигнал болғанын анық тапты. Шерман сигналдың өзге ғаламшарлық тіршілік иелеріне тиесілі екеніне сенімді. Оның ойынша өзге ғаламшарлықта жерге жету үшін олардың денесін иемденіп алған. Алайда Алексің денесі шыдай алмай ол өліп кеткен екен. Осы сәтте Женнидің күйеуінің шындығында басқа біреу екеніне көзі жетеді. Мүмкін оның ішіндегі егізде өзге ғаламшарлық болуы мүмкін. Сондықтан ол дәрі қабылдап өзіне аборт жасамақ. Алайда оны Спенсер байқап қалып, енді қайтып бұлай жасаушы болма деп оның бетінен ұрып қалады. Одан қашуға тырысқан Жеми баспалдақтан құлап есіне ауруханада келді. Спенсер ішіндегі егіздердің тірі қалғанын және бұл туралы ешкімге айтпауды ескертеді. Әйел түсінде Спенсердің қалай ненді өлтіріп жатқанын көрді. Шошып оянған ол ауруханадан жалғыз тастап шықпақ болған. Алайда оның артына Спенсер түсіп алды. Ол дереу үйге еніп есікті жауып алады, ал кейін ас бөлмені сумен толтырып, радионы тоққа қосып бір жағын қолына ұстайды. Ішке Спенсер келген сәтте маған жолаушы болма, айтпаса өзімді өлтіретін боламын деп қорқыта бастайды. Кенет ол Спенсердің қолындағы жарақаттарды көріп, оның расымен де сіңлісін өлтіріп тастағанын түсінеді. Оның кім екенін және нені өлтіргенін білетінін айтады. Осы сәтте ақыры Спенсердің ішіндегі өзге ғаламшарлық өзінің Спенсер емес екенін растап, нені өлтіргенін мойындайды. Өйткені ол оған кедергі болған екен. Жоғарыдан су кетіп өзге ғаламшарлықтың назары оған сәтте Жеми еденнен аяғын көтеріп шнурды қосып қалады. Қатты тоқ соққысы Спенсерді өлтірді. Алайда оның ішіндегі өзге ғаламшарлық емес. Өзге ғаламшарлық Спенсердің денесін тастап шығып Жемиге енеді. Арада бірнеше жыл өтті. Жеми ішіндегі егізді дүниеге әкеліп өзінің жаңа ғашқар күйеуімен бірге тұруда. Фильм соңында Женнидің автобусқа отырып жатқан балалары мақтанышпен қарап тұрған жерінен аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.